небір қалтасы бар азаматтар жынданып небір ерсі қылықтар жасап жатады да. Кейде жүрегің ауырады, анау бір-бірімен қырылып жатады. Соны қалай шештің? Алып тастағанбыз оны. Бір адам кетіп қалса, сонымен бірге бүкіл партия кетеді ғой. Мойындап отыр ғой. Білем, бірақ біз бармаймыз ондайларға. Ұлтты тәрбиелеуде өнердің алатын орны ерекше. Оны айтып керек жоқ. Және де ұлттың денсаулығы, ұлттың коды, жалпы ұлттың деңгейінің де қандай музыка тыңдайтынына тікелей байланысты. Және де мына дамыған елдерде ұлтқа танымал, ұлтқа абыройлы тұлғалар өздерінің классикалық өнерін білмеуі, ол үлкен масқара болып танылады. Ал өкінішке қарай біздің жағдайымыз қандай? Ел алдында жүрген саясаткерлер болсын, кәсіпкерлер болсын, біздің бабаларымыздан келе жатқан ұлттық мұраларымызды айталық. Ықылас кім, Тәттімбет кім, Құрманғазы кім, Үкілі Ыбырай кім десе, соның 1-2 пайызы ғана соған дұрыс жауап бере алатын шығар. Ал енді сіз көз алдыңа елестетіңіз, Европаның кәсіпкерлері, саясаткерлері Моцартты білмеуі, Бетховенді білмеуі, Шопенді білмеуі үлкен айып, үлкен масқара болып саналар еді. Тереңнен келе жатқан ұлттық дәстүрімізді насихаттап жүрген Хассақ деген керемет топ бар. Өкінішке қарай қазақтың көбі оны біле бермейді. Бірақ шынымен қазақты әлемге танып жүрген топ. Сол топпен бүгін сұхбат құруға Нұрсила каналына шақырып отырмыз. Ой түбінде жатқан сөз. Сендердің шер толқытса шығады дейді. Сендердің де ойлардың түбінде көптеген шерлерің жатқан шығар. Соны бүгін емін-еркін шығаруға тырысайық. Бірінші қоятын сұрағым өздеріңе. Енді өнер болсын, кез келген нәрсе адамда бағалану керек қой. Бағаланбаса, жасап жүрген өнеріңе ләззат ала алмайсың. Ал өнердің бағалануы бір жағынан халықтың көп тыңдауы, көбірек мысалы жол жүрген кезде, қонақта отырған кезде сол халықты көбірек сендердің өнерлерің тыңдалса, ол өнердің бағаланған деген сөз. Бұны біреулер дәстүрлі өнер деп айтады. Мен классика деп айтқан дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл енді көбінесе классикаға жақын. Европаның классикасы бар, қазақтың классикасы десе, мысалы Тәттімбет, Ықылас, Құрманғазы, біздің оның кейінгі бұрынғы Біржан Сал, Ақан Сері, мысалы Балуан Шолақ, ол классика, өйткені ол өлмейтін 100, 200, 300 жыл Қорқыттың күйлері әлі күнге дейін сақталып келе жатыр. Классика ғой. Енді мынандай сұрақ, неге Европада классикалық өнер әлдеқайда керемет жоғары бағаланады? Мысалы мен Хворостовский деген бір операның әншісі өмірден қайтып кетті. Сол жігіттің бір сұхбатын көріп тұрғанда, сол айтады, менің концертім 1 жылға бұрын түгел кестесі белгіленіп қойған. Қашан, қай жерде менің концерт беретінім. Және ол айтты да, менің Мәскеуде үйім бар, Парижде үйі бар, Лондонда үйі бар екен. Енді анандай қалаларда үй алу деген ол табыс керемет болуға тиіс қой. Неге батыс елдерінде өздерінің классикалық өнерін әлдеқайда жоғары қояды, а бізде керісінше ана Әсет ақынның айтатыны бар, асуға ат шықпайтын арба шықты дейді. Бүркітті қандыбалақ қарға жықты. Кешегі жымда жортқан жолбарыстар бүгінде қоян көрсе жарға бұқты дейді. Сондай заман неге біздің басымызға келді? Неге бізде осы өзіміздің бабалардың өнерін тәрк етіп, орнына есер эстрадан шығарып алдық? Бұл неге бұл құбылыс? Енді оған тарихи себептер бар. Аға өзіңіз де айтып жүрсеңіз ғой, 300 жыл қамау, бер жақтағы мына 70 жыл қамау, талай мына баған болып отырған алаш зиялыларын, тірек болып отырған алаш зиялыларын құртып тастап, халықты тірексіз қалдыру, адастыру, тобыр ретінде ұстау. Одан кейін енді Европа расында ол ғылым білім жағынан алдыға дамып кетті. Бірақ ол жақтардың да өзінің осал тұстары бар. Олардың жалпы мәдениеті жазба өнер, біздік ауызекі өнер. Бізді қанша мына немізді, парақтарымызды, кітаптарымызды жыртып тастаса да, біз мына ауызекі құлақпен сақтау қабілеті бізде ерекше дамыған. Ол Европа музыкасынан парақты алып тастасаңыз, олар ойнай алмай қалады. Ал бізде ауызекі өнер, бізде артықшылығы осы. Сол себепті ауызекі аталарымыздың бір кез келген оқиға мақал мәтел айтып отыратыны сол мына өзі жадында сақталып қалған өзі. Осындай бір ерекшеліктер бар. Енді оны тек мына іштегі жатқан ояту керек халықтың несін.
себебі енді сол тарихи себептер деп айтамыз, енді оның түрлі себебі бар. Енді мысалы сендер өткен жолғы бір конкурстарда әлемде бірінші орын алдыңдар да. Өткен жол өзіңмен әңгімелесіп отырғанда айттың, Қытайға шақырады, Европаға шақырады, сонда солар сендердің кестелеріңді бос орын бар ма, сендердікі 1-2 жылға түгел жазылып қойған шығар деп. Олар сендердің өнерлеріңді түсініп отыр. Мысалы, олар қобыз олардың бабасының аспабы емес, сыбызғы аспабы емес, домбыра аспабы емес, бірақ бұл өнердің құдіретін түсініп, солар анандай үлкен ақша төлеп шақырады. Неге біздің халық түсінбейді? Неге шетелде сендер көбірек танымалсыңдар өз елдеріңе қарағанда? Ассалаумағалейкум аға, тағы бір рет бізді осылай сұхбатқа шақырғаныңызға ең алдымен үлкен рахмет. Бізді осылай демеп, қолдап жатқаныңызға рахмет. Жаңа сұрағыңызға айтатын болсақ, біздің елде не үшін дәстүрлі музыка көп дамымайды деген ол менің жеке ойым болсын, өзім жеке ойымды айтайын. Мысалы, қараңыз, бір бөлмеге газ жіберетін болса, және газбен бірге су жіберетін болса, ол судың дәмін де, тазалығын да ешкім сезбейді газ кетіп жатқан кезде. Яғни утечка газ бар деген сөз. Бізде эстрадада сондай нәрсе бар. Мүмкін дәстүрлі өнерді ұстап жүргендердің өздерінің кінәсі бар шығар. Дұрыс насихаттай алмай жатыр, жеткізе алмай жатыр. Мысалы, заманауи нарыққа шыға алмай жатыр. Ескімен қалып қойып жатқан шығар. О да бар. Ал екінші жағынан телевидение бар бізде. Телевидение бізде көп насихатталмайды. Қарасаңыз, қазір дәстүрге арналған 2-3 шақты канал бар, ал эстрадаға арналған 10 шақты 15 шақты канал бар. Бүкіл журналистердің де қоятын сұрақтары осы бір 10 сұрақтың айналасында ғана. Дәстүрлі музыканттарға қоятын сұрақтарға. 10 сұрақ біледі. Бұл жерде негізгі мен ойлаймын, адамның жаратылысы жеңіл нәрсеге, бір адамды бұзатын нәрсеге өте құмар болып келеді. Мысалы, бірде-бір ата-ана баласына темекі тартып үйретуге бір ұстаз жалдамайды, арақ ішіп үйретуге, ұрлық жасауға, наркомания жасауға ұстаз іздеп жүрген ата-ананы көрмедім. Мен баламды соған үйретші деп, өзі үйреніп алады. Мысалы, ай үйрілген сары алтындай сарығымыз, ауруға ем, жанға қуат дәріғымыз дейді, қымызды. Сол қымызды тегін берсең ішпейді, ал кока-кола мен жаңағы газдалған сусынды сыраны, мысалы, бәленбай ақшаға сатып алып ішеді. Мына енді осы қасиетті өнерде сол, сондықтан үкімет бұл жерде үлкен күш салып, егер халықтың санасын оятып, халықта патриотизмді оятып, өзінің ата-бабасына деген құрметті оятқысы келсе, үкімет бұған өте үлкен күш салуға тиіс деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, сендерде оғаны жарнамалайтындай үлкен қаржы жоқ. Мысалы, эстрадада, мысалы, үлкен қаржы бар. Мысалы, жеңіл-желпі кинолар қазіргі түсіріп жатқан. Goodbye мой бай, анау-мынау, түкке тұрмайтын жеңіл-желпі кинолардың кассасы кереметті, ал енді сапалы бір кино түсірсе, оны ешкім қарамайды. Сондықтан бұл жерде халықтың ақшасына жиналған үкіметтің ақшасының сол мына классикалық өнерді дәріптеуге, соны халықтың санасына қарай сіңіруге үкімет бір шара жасау керек деп ойлаймын. Мысалы, кереметтей әншілер бар әлемдік деңгейде. Мысалы, Еркін Шүкман деген әнші бар. Мен өте қатты құрметтеймін. Бір Америкадан келген бір үлкен өнерде жүрген бір қазақ ағамыз Еркінді шақырып тыңдағаннан кейін көзінен жас алып айтты. Не деген сұмдық өнер, мынандай тенор жоқ. Америкаға барсаң, сенің бір шыққаның $10,000 болар еді деп. Бірақ Еркіннің әнін мен YouTube'қа салсам, 1000-2000 адам қарамайды, 500-600 ғана қарайды. Ал енді мына Есер эстрададағы, Еркіннің қасындағы мүлде бір Тақай сияқты әншілердің әнін миллиондап қарайды. Енді ол деген сөз, халық мысалы наркоман болған сияқты, зиян сусын ішіп, темекі тартып, кола ішіп, ауруға ие болған сияқты халықтың санасы уланып жатыр да. Жақсы, енді біз қайғырып жылай бермейік. Енді бірақ жыламаған балаға емшек бермейді дейді. Мен керісінше мынандай бір соңғы кездері керісінше дәстүрлі өнердің өкілдеріне, сіз айтқандай классикалық өнердің өкілдеріне, яғни өзім әріптестеріме, сол эстраданың насихат әдістемесін алыңыздар деп айтамын. Яғни өздерінің өнерін қалай жарнамалайды, қалай масштабтайды. Олар бізде бұрынғы 50 жылда ел жаңа дейді, бұрынғы қалып қалған Құрманғазы оркестрі мысалы бір ауданға барса, мынандай кішкентай афишасын ілсе болды, бүкіл ауыл көтеріп алып, әрқайсысын жеке-жеке бөліп алып, үйінде қондырып, шайын беріп сөйтетін. Енді қазір сол кезде қалған ағаларымыз сөйтіп ойлайды, орта буын ағаларымыз. Яғни афишаны ілдім,
маған оны жылап отырады. Концертке жарты келді, қазіргі таңда мемлекет қайда қарап отыр анау деген сияқты. Қазір ақпараттың көп уақыты, интернет уақыты, ол кезде ненің сапалы, ненің сапасыз екенін халық шатастыру да мүмкін. Одан кейін өзіміздің жағдайымыз да андай, ми жұмыс істемейді жастарда мысалы. Ержан, бұл жерде мен бірандай бір келіспейтін дүнием бар да, бір орысша бүйтіп айтады. Талантқа көмектесу керек дейді. Бездар дейді, ана талантсыз адам өзі бұзып жарып жанталасып шығады дейді. Бұл жерде өзі табиғат бірдеңкені берсе, екіншісін бермей қояды. Мысалы, талантты өнерді берген адамға бір өлермендік, пысықайлық маркетинг жағын бермейді. Ананы таратудың үлкен маркетингтік құралдары бар. Мысалы, оның кейін мысалы той-думан, тағы гакку каналдар бар ғой. Қашан қоссаң тек қана эстрада ойнап жатады. Ал енді біздің мына классикалық өнерді насихаттамайды. Сондықтан құлақтарыңызға алтын сырға, осыны көріп отырған біздің құрметті көрермен, егер де балам дамысын, балам үлкен ойлы болсын, өзінің болашағын таңдай алатын, мына миы жақсы жұмыс істейтін адам болсын десең, тура еврейлер баласына тек қана классикалық музыканы қойып қояды. Мен талай осы мықты, мысалы, Гандапас деген әлемдік деңгейдегі тренер бар. Сол айтады, менің үйімде тек қана классикалық музыка ойнап тұрады. Менің үйімде де, мен арнайы музыка қондырғы бар, менің немерелеріме тек қана классика, Европаның классикасы, соның қазақтың классикасы. Тәттімбеттен бастап, мысалы, Отырар сазы, Құрманғазының күйлерін қойып қоям, олардың санасына ақырын сіңе берсін деп. Өкінішке қарай, ұлдарымды, балаларымды жас кезінде тәрбиелей алмадым, мүмкіншілік болмады. Өзім классикалық өнерді жақсы көремін. Сондықтан осыны тыңдап отырған көрермендерге айтатыным, бабалардың күрделі музыканы тыңдаған сайын баланың ойлау жүйесі, ақыл ойы артады.
ертеңім болады жақын халқымнан кетпесе бір торлы дәлімді сана атқан дініңді сатпа қара жер анаңды қорға былай отырғандарда Сендердің жалпы қандай әттеген айларың бар? Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады дейді. Қандай шерлерің бар? Соны өйткені сендер қазір түсіндіңдер, бұның үлкен пайда келмейтінін, бірақ бұл жақта тек қана ақша табу емес, классикалық осы бабалар өнерін насихаттап жүрген адамдарда үлкен миссия бар. Қазақтың рухын ояту, қазақты патриотизм тәрбиелеу. Осы жерде не нәрсе жетіспей жатыр, осыны айтып қалсаңдар. Бұрынғы қалыптасып қалған түсініктер бар. Мысалы, қарапайым мына тұрмысымыздағы той болады. Сол кезде бүйтеді. Домбырашын қоя тұршы, бір 5-10 мың теңгеге шақырармыз оны дейді. Ана кімдерді білдің ба дейді. Ұйымдастырып өздерін етеді ана әншілерді. Аттарын айтпай ақ қойып, ренжіп қалар. Соларды білдің ба дейді. Біз шыны керек ансамбль соған енді соларға бір бәсекелестік таныту үшін өзіміздің жұмысымыздың барлығын, тіпті костюмымыз болсын, клипіміз болсын, бейнебаян барлығы сапалы істеуге тырыстық. Және соған лайықты құнын қойдық, одан түспейміз. Сол құн бойынша шығамыз және сондай айтып жүрген адамдарға түсіндіреміз. Сіз кешіріңіз, біз костюм пиджакпен келіп, бүйтіп фонограммасын қойып айта салған әншімен біз келіп киімімізді ауыстырамыз. Аспаптар 30 аспап алып келеміз қазақтың. Оны ашып құлағын келтіріп, ауыстырып отырып, жанталап түйерлеп шығамыз. Сонда сіз кішкене бағалауыңыз біртүрлі екен деген сияқты. Осындай бір қызық түсінікті. Одан кейін біз анау шетелге барып, бір жеңістерді алып келіп жатсақ, енді бір балалық қой, енді ойлайсың, мә шіркін-ай, аэропортта ана олимпиада чемпиондарын күтіп алатын шығар деп. Келсең ешкім жоқ. Сол жеңістеріңді айтыңдаршы, қандай жеңіске жеттіңдер? Енді былтыр негізі біз жалпы мынандай моральдық, психологиялық көмек дегенді, демеушілік дегенді көрдік, ал былай қаржылай көмекшілік дегенді жалпы көрмегенбіз негізі. Барлығын өзіміз көтердік, тапқан таянғамыз осы неге шығармашылығымызға жұмсап отырмыз. Әлемде қандай жетістікке жеттіңдер? 2018-дің мына желтоқсан айының соңында бізге мынандай ұсыныс келді. Қазақстан атынан Хастақ ансамблін тұңғыш рет өтіп жатқан Folk Vision конкурсының жартылай финалы. Соңғы этапы қалған екен. Әлемдік конкурс, Әлемдік конкурс. Соңғы этапы қалған екен. Ана Бразилиядағы, Аргентинадағы этапты, Италиядағысы, Қырғызстанда біреу болған екен. Африкадағылар бәрі өтіп кеткен екен. Осы Россияда бір этап Сочида қалды. Сочи плюс дейді. Плюс деген, яғни басқа да мемлекеттер қатыса алады деген. Соған қатысасыздар ма дейді. Біз қатысамыз, бірақ оған қаржылай не керек қой дедік. Демеушілік жолдарында өздерің көтеріп келесіңдер, взностары бар деген сияқты. Сөйтіп әйтеуір демеуші бірінші рет табылды. Сөйтіп демеушінің қолдауымен бардық та 148 қатысушы екен. Бас жүлде алған адамға ғана финалға демеуші. 148 елден қатысып отыр да? 148 қатысушы деп айтайық, өйткені ол жерде қанша елден қатысып отыр? Өйткені Ресей Федерациясының өзі бір талай туға кімдері бар? Әртүрлі ұлттар бар. Сол 148 қатысушыдан бас жүлдені алдық та. Бірінші орын алдыңдар? Бас жүлде алдық. Бас жүлде алдық та, ол бас жүлде бізге не берді? Яғни бас жүлде алғандарды біз өзіміз ақшасын барлығын көтеріп финалға апарамыз. Финал Сауд Арабиясында болды. Ол жақта тек бас жүлде алғандар келеді бүкіл әлемнен. Сөйтіп біз өзіміздің жеңісімізбен мәз болып қаңтар айында былтыр 2019-да ұттық басында, сосын наурыз айының 9-ынан Сауд Арабиясына жеттік. 10 күн бойы күнде бір жаңа туындыларымыз көрсетеміз. Күнде бір Африкадан келеді, әртүрлі. Енді бізге жабайы сияқты көрінумен олардыға кәдімгі дәстүрлі деймін ба, классикалық дейміз. Әркімге өзінің керемет қой. Өзінің таңғалдыру керек халықты, жюриларды, қазылар алқасын. Сөйтіп 10-шы күні сонымен кім қалды өзі деп едік? Моңғолдар қалды деді, Марокко қалды деді, башқұрттар қалды деді, сонымен біз қалдық. Енді сіздер жарып келатсыздар, сіздерге шыны керек бүйрегіміз бұрып тұр деген сияқты бір-екі қазылар алқасы өтіп кетеді да, бірдеңе деп айтып кетеді. Анау біз одан ары серіп жақсы болып қаламыз. Сөйтіп Хастақнама деген туындымызды дайындап алып барған болатынбыз, жаңа туындымыз. Сонымен соңғы финалды өттік та, бір кезде бас жүлде деп айқайлады. Сонан кейін біз шықтық, қаржылай сыйлығын беріп жатыр. Туымызды алып алдық та, мәзбіз. Сонда әлем чемпионы болдыңдар. Әлем чемпионы болдық,
Сонда бас жүлде алдық. Енді тұңғыш Folk Vision'ның тұңғыш бас жүлдесін алдық. Мына тұңғыш өткен бүкіл Тұңғыш рет әлемде. өткен. Енді биыл тағы өтіп жатыр, қазір этаптар болып жатыр. Жылдың соңында финалы болады. Сол жерде қонақ ретінде бізді ең алғаш шақырамыз деп отыр. Бір жыл болады жақында енді, Алла қаласа. Бір жыл, иә, наурыз айында бір жыл болады.
Міне құрметті біздің көрермендер, қараңыздар, бүкіл әлемдегі мына ұлттық музыкалардың жиналған кезде соның бас жүлдесін анау Сауд Арабиясына барып алу деген ол керемет жетістік қой. Енді шындығында да бұны бүкіл каналдардан көрсету керек еді, бүкіл YouTube каналдардан көрсету керек еді, блогерлар жарыса жазу керек еді. Хассақ деген нағыз қазақты бүкіл әлемнің музыкасын жарысында топ жарып гран-при алып келді деген. Құттықтаймын, мен естісінде тағы да жүрегім жарылып қуанып отырмын. Өйткені мен өзім тырнағыма дейін қазақпын, кішкентай кезімнен мына ұлттық музыканы санамызға сіңіріп өсіргендіктен. Тағы да әлемде қанша мемлекетке бардыңдар? Фестивальдарға көп шақырады. Пекин консерваториясында біз 2 мәрте болдық. Екеуінде де шеберлік сабағын өткіздік. Бізде мөлдір Қытай тілін өте еркін меңгерген, еркін сөйлейді. Мен ең негізгі сұрақтарға жауап беріп отырсам, мөлдір бірден аударып отырады. Үлкен аудитория. Біріншісінде біз мына Жібек жол бойындағы бүкіл мемлекеттердің консерваторияларының ректорлары келіп, сондай бір үлкен конференция болған. Соның аясында біздің жеке концертіміз және шеберлік сабағымыз болды. Одан кейін олар қызығып, риза, сонда бір Ортекеге қызықты, біз таңғалдық қытайлар. Мына Ортеке деген біздің ұлттық қуыршақ театрымыз, музыкалық театрымызды бірінші рет көріп тұр. Соны қатты қызық, екінші мәрте тағы сол Ортеке үшін шақырды ғой. Сол Ортекелеріңізді тастап ала келіңіздер. Одан кейін Қытайдың біраз қаласында болды, Шанхай, Нingbo дейді, Шиян дейді, Циндао дейді. Одан кейін мына Европа халықтарын Чехияда болдық, Англияда концертімізді бердік, мына Кореяда концертімізді бердік. Енді біраз жерде көрдік, енді мына бизнес жағына айтқан кезде қазір шыны керек бекерден бекер бармаймыз. Барсақ үлкен сахна, бір маңызды бір шара болмаса, немесе бір құр барып шетел ғана көріп қайту деген дүниеге аса бір қызықпаймыз. Қазір керісінше Қазақстанды аралағымыз келеді. Әсіресе мына аудан орталықтары және бір бармаған қалаларға барып концерт береміз. Осы бір арманымызды, өйткені ұйымдастырушылар жоқ. Эстрадалық әншілердің ұйымдастырушылар бар. Олардың ана жолы, машинасы, аппараттарын бәрін тасып жүреді. Біздікін таситын адам жоқ. Біз өзіміз талпынып ұсыныс тастадық, ешкім аса бір мән беріп те жатқан жоқ, шыны керек. Енді Абай атамыз айтады ғой, самародный сары алтын саудасы берсең алмайды, Самарқанның бөзіне дейді. Қазір Самарқанның бөзі құнды болып тұрған заман ғой, бірақ қалай енді бұны насихаттауымыз керек. Енді ұлт өзінің тамырынан ажырап қалса, тамырына балта шабылды деген сөз. Мысалы, ана жантақ деген шөп бар. Тамыры 30-40 метрге кетеді екен. Өзі беті мынандай ақ, білесіңдер, түйе жейтін шөп, шөлейт жерде болады. Оны сол жантақты жеген түйе алып күштің иесі. Сол түйенің сүті де өзінің жүні де керемет қасиетті де. Енді халық сонау ұлттық ғасырлар келе жатқан музыкасымен, тарихымен сусындамаса, ол қаңбақ сияқты болып қалады. Жердің бетіндегі бір жүгері сияқты бір шөптер болды ғой, бүйтіп жұлып ала салатын, бой 2 метр болып тұрғанмен де. Сондықтан біз ұлттық музыкамен ұрпағымызды сусындатпасақ, онда біз қаңбақ сияқты жер бетінен былай қаңғып жүретін ұрпақ өсіреміз. Сол жолда керемет жұмыс істеп жатсыңдар. Соған мен өте қуаныштымын. Енді шамам келгенше мен өздеріңді мына Инстаграм арқылы, менің тәрбиелеп жатқан шәкірттерім арқылы, өйткені бұл сендерге ғана керек емес, бұл бізге керек. Мен де балаларымды тәрбиелеп жатырмын, мен де нервелерімді өсіріп жатырмын. Осы елде ұлтын сүйетін ұрпақ өсіп шықса екен дейміз бәріміз. Жақсы, сендер енді қазір қазақтың білетіні аспаптарымыз, біз енді қобызды білеміз, домбыраны білеміз, содан кейін енді сыбызғыны, мен біраз сыбызғышыларды білем, Талғат бауырымыз бар, үйге қонақ шақырған кезде мен әдейі дастарханның басына тартқан кезде айтады, мынау керемет аспап екен ғой, сыбызғының үні, табиғи үн керемет қой. Содан кейін састырнайды да естиміз, бірақ қолмен ұстап, қасынан тыңдап көрген жоқпыз да. Сендер қаншама аспапта ойнайсыңдар қазір? Негізгі аспаптар бізде, Нұртуған бізде консерватория түлегі ормал аспаптардың шебері. Мына ырғаққа, кез келген дауылпаз болсын, даңғыра болсын, тіпті түркі халықтарының ырғақтары болсын, барлығына икемі өте жақсы. Және тіпті домбыра, үрлемелі аспаптардың барлығын ойнай береді. Енді ансамбльде көбінесе жүрегі осы Нұртуған. Одан кейін Арай Жүргенов өнер академиясының магистранты, бұл жетіген аспабының маманы. Қосымша әндетеді, шаңқобыз ойнайды. Сол жетіген аспабының маманы Арай, мен домбырашымын,
қазіргі таңда консерваторияда ұстаздық етемін, декандық қызметтемін. Қазір ол ең үлкен халық музыкасы факультетінің деканымын. Мөлдір бізде консерваторияның түлегі, өнер магистрі, өнертану магистрі, қылқобыз. Одан кейін көп сахнаға шыға бермейтін мына үлкен нарқобыз деген аспаптарды насихаттайды. Одан кейін қосымша әндетеді, шаңқобыз, үрлемелі аспаптарды орындай береді. Дархан сыбызғышы. Сіздің ауылдасыңыз. Мына домбыра болсын, шіңкілдек, шертер, ормал аспаптар, шаңқобызды да барлығын орындай береді. Негізгі аспаптары сыбызғы. Сонда осы негізгі аспаптардан бөлек бізде 20-дан аса аспап бар. Жалпы саны сонда 30-дан асады. 30-дан аса. Иә, бір сасырнайдың, біз сасырнайдың ғана кішкентай аспап көріп үйреніп қалғанбыз. Оның қазір 8 түрі бар одан бөлек. Қос саз дейді, құс сайрауық дейді, үлдек дейді. Бұның бәрі табиғи ғой. Табиғи, кәдімгі көшпелі халықтың тері, сүйек, ағаш, осындай қылы деген сияқты осындай материалдардан жасаған кәдімгі табиғи ешқандай. Керемет. Мына Конфуций деген атақты ойшыл айтады, қай халықтың музыкасын тыңдаған кезде құтырып билегің келіп тұрса дейді. Енді басқа ұлттарды мазақтамай ақ, бірақ құтырып билей бастайды ғой. Ол халықта болашақ жоқ дейді. Қай халықтың музыкасын тыңдаған кезде ойға, мұңға батсаң, болмаса рух көтеретін болса, ол халықта болашақ бар дейді. Біздің осы бабадан келе жатқан осы музыкамыз кейде кей қайғы, кей мұң дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы батыр дейді ғой абай атамыз. Сондай біздің музыкамыз керемет қой шындығында. Енді шетелге барған кезде мына домбыраны, қобызды, мысалы Европада қалай қабылдайды? Ең ерекше аспап бізде міне қылқобыз бен сыбызғы, сол себепті Мөлдір. Қалай қабылдайды? Қасыңа келіп сұрақтар қойып жата ма? Қытайлар. Сұрағыңызға рахмет. Иә, біздің аспаптарға шетелдіктер өте жақсы қабылдайды, әрі таң қалып, сүйсініп тыңдайды. Өйткені қылқобыздың бүкіл атасы екені мына скрипканың олар мойындай ма? Енді тура солай айтпаса да, олардың қызығушылығы, сүйіспеншілігі соны дәлелдейді деп ойлаймын. Өйткені қылқобыздың өзінен қаншама табиғи дыбыстар шығады. Желдің дыбысы, аққудың, қасқырдың. Соны тыңдаған кезде олар таң қалады. Негізгі мен бір каналдан, ғылыми каналдар тыңдаймын, сол кезде бүкіл мына аспаптардың, смычковый инструменттердің түп атасы мына Орта Азияда қазақ деген ел бар екен, солардың қобызы деп, кәдімгідей мен соның кейін анан жүктеп ала алмадым, Еврика деген каналдан көрсетіп жатты. Жәнедегі әлемдегі ең көне инструмент, ана тасқа басқан таңбасы бар, біздің домбыра екеніміз. Аға рас, өйткені түрік халықтың барлығы, мысалы түріктердің өзіне барсаңыз, ата қонысымыз бұл қазақтың жері дейді. Қорқыттың күйі, 10 шақты күйі бізде ғана сақталған. Басқа түрік халықтарында жоқ. Сол себепті мына ең керемет дамыған аспаптардың бірі осы қылқобыз. Европалық өзі ғалымдар мойындап отыр ғой, бүкіл мына скрипканың бәрінің ең түпкі атасы осы деп. Әрине. Енді сыбызғы жаққа келсек, сыбызғышы қазір мен Қазақстанда бірақ кәсіби сыбызғышы Мұқыш Талғат қой да? Содан кейін Моңғолияда атақты Калек деген сыбызғышы бар болатын да. Өзіңнің ұстазың кім? Қанша күй білесің сыбызғыда? Өзі менің түсінігімде сыбызғының күйі мына қобыз, домбыра сияқты көп емес сияқты. Сұрағыңызға үлкен рахмет аға. Енді осы сыбызғы аспабын мектеп кезінен бастап ойнап жүрмін. 6-шы сыныптан бастап қосымша аспап ретінде үйренгем ең басында. Негізі 1-ші сыныптан бастап домбыра аспабында үйренгем. Мектепте кім үйретті? Мектепте Садуақасов Ақажан деген кісі, Қытай жақтан келген. Кейін келген да? Иә, Қытай жақтан кейін келген, сол кісі үйреткен. Ол кісіде мен жалпы Шығыс Қазақстан сыбызғылары шойық деп келеді. Сол кісімен шойықты ескі көне сыбызғыны үйрендім. Одан кейін сол мектеп бітіргеннен кейін консерваторияға, Құрманғазыны консерваторияға түскен кезде ол жерде жаңа өзіңіз айтып отқандай Мұқыш Талғат ағайдан тәлім алдым. Сонымен бүгінгі күні осы хастық ансамбльда сыбызғы аспабымен өнер көрсетіп жүрмін. Жалпы сыбызғы аспабында күйлер өте көп, сыбызғы аспабына арналған. Енді бір 20 шақты күй білем, бірақтан менің енді өзімнің көбіне жақсы көретін нәрсем қазіргі заманауи шығармаларды да өзім өңдеп, баянмен болсын, басқа аспаппен болсын қосылып ойнаған жақсы көремін. Өйткені оның бір жағынан осы сыбызғы аспабында, мысалы сол шығармалар ойнасам, көбінесе сол шығармаларын жақсы көріп жатады.
консерваторияның сахналарында да мысалы сол шығармаларды ойнасам көбісі қабылдап жатады. Бүгінгі күні осы сыбызғы аспабымен дамыған түрі 7 ойықты сыбызғымен ойнап жүрмін. Қызығушылар көп па қазір жастарда? Иә, сыбызғы аспабында қызығушылар көбейіп келе жатыр. Күрделі ме? Домбыраға қарағанда үйрену? Енді қиын аспап негізі дауысын шығару қиын. Егер де дыбысын шығарып алса, одан әрмен өзі күнделікті дайындалып. Оған өкпенің неменесі шынығуы керек қой да? Иә, дұрыс айтасыз. Оған өкпенікі де, сосын ана ауыздың қуысы да дұрыстау керек. Дыбысын шығарса, ары қарай үйреніп кетеді ғой. Қобызшы бар еді ғой, атақты кім еді? Сматай ма еді? Кім еді? Сол кісінің алдын көрдің бе сен бар? Жоқ, менің ұстазым доцент Әбдіманап Жұмабекұлы, сол кісінің шәкіртімін. Сматайды енді ол кісі енді ескілердің ұрпағы көзі енді нөмір 1 деп айтады. Ол кісінің күйлерін тыңдап өстік қой, иә. Қазір қобызды тартуда өте күрделі аспап қой. Қызығушылар көбейіп келе жатыр ма, аз ба? Өкінішке орай қобыз аспабына қызығушылар аздау, өйткені білет күрделі аспап екен. Оған көп жылдар керек, еңбектену керек соған. Сыбызғы аспабы да сондай негіз. Қызығушылар бар, бірақ өте көп емес. Табандылық талап етеді ғой. Өйткені мына звукоизвлечение дейді ғой, дыбыс шығару жағынан қиын аспап. Домбыраны шертіп жүрсең дыбыс шығады ғой. Оларды бір үрлейді, 1 сағат алсады, дыбысын шығара алмағаннан кейін кейде қиын аспап деп тастап кетеді. Өте қиын аспаптар. Ал енді жетіген домбыра біраз дайындалса, жаймен шығара береді. Жетігенде маған еті керемет қиын сияқты жетігенде. Көз шатасады ғой. Көз шатасады.
Енді мысалы қазақтың тойының сәні ол мына ән, күй. Мысалы қытайлар қанша тамақ, неше түрлі тамақ қойылды деп айтады екен. Енді орыс ағайындар қаншама арақ ішілді деген сияқты да. Өзбек ағайындар, ұйғыр ағайындар да билеп атады. Енді қазақтың тойының сәні мына күй тартыс, қобыз, жалпы ән болатын да. Енді қазіргі тойларда көбінесе басқа халықтарға еліктеп, әнді қойып, жынданып, билеп, сонан кейін небір ерсі қылықтар жасап жатады да. Енді біздің ұлттық дүниеміз небір қалтасы бар азаматтар шетелден шақырып атады да, $100 мың. Ал енді сендерді шетел шақырып атады. Осы ұлттық тойдың, үйлену тойының әсіресе көркі болатындай біраз топтар бар да, өздерің бар, Тұран бар, тағы енді кейінгі эстрадаға жақындау бір топтар, этно топтар шығып, олар шақырады. Сендерді қаншалық тойға шақырады? Іздеп шақыратындар бар ма? Бізді іздеп шақыратындар бар. Ал енді бағанағы жоғарыда айтқандағыдай бұрынғы түсінікпен қалыптасып қалғандарға біз кішкене ауырлауымыз. Аналарға $10 төлегенге жарайды дейді, ал сендерге бір 1000-2000 мың десе ауырсынады. Өйткені санада 5-10 мың теңге, 20 мың теңге ғана төлесе келуші еді ғой, бұлар неғып келмейді деген сияқты сондай бір ой қалыптасып қалды. Әбден төмендетіп тастаған ғой. Төмендетіп тастаған. Одан кейін біз тойға шықсақ, кәдімгідей орындарына отырып аһ ұрып, кәдімгідей таң қалып, неткен керемет дейді да. Қонақтар риза болады. Риза болады. Ал енді шақыруға келген кезде кейде болады, көріс шынында да шамасы жетпей тұрады да. Шақырғысы келгенін қалап тұрады, бірақ шамасы жетпей, біз оларға шығысамыз енді, көмектесіп барып береміз, уайымдамаңыз деп. Ал енді кейбіреулер былай енді ой қымбат екенсіңдер анау десе, біз бармаймыз ондайларға. Біз тек қадірлейтін қазақты іздейміз. Құдайға шүкір, шақыратын үлкен ағаларымыз да бар, және мына орта буын аға әпкелеріміз де осы тойларынан қалдырмай шақырып тұрады. Той деген қазақтың қазынасы, ол тойдың негізі сахнада сол болған ғой, қазақта баяғыда. Бір кең, еркін, бізде мына концерттік деген, сахна деген кейін Европадан келген зат қой. Бір орында қақиып отырасың да, жазба әдебиет, либреттосын бәрін оқып аласың да, дайын болып келесің да, операны тыңдап отырасың. Бізде ауызекі, бізде аңыз тарихын айтып, әңгімеге тартып, диалог жасап, одан кейін тартып беріп, сөйтіп эстетикалық бір ләззатын алғызып отырасыз. Сол себепті енді жаймен шығатын шығар, енді көтерілетін шығар бұл. Мен өзім жастар тәрбиелеп жүрмін ғой, бизнеске. Сонда айтамын, көбінесе Абай атамыз айтқандай, бір үлгі тұтатын адамыңды, болмаса компанияны таңдап ал деп айтамыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғалым сүйсеңіз дейді. Өздеріңнің үлгі тұтатын әлемдегі осы өздерінің жанрында кім нөмір 1 деп кімді айта аласыңдар? Жігіттер мен қыздардың өзінің пікірі болар, бірақ мен өзім соңғы жылдары бір білмеймін, ғылымға да кірдім, докторлығымды қорғадым, бір етек ұстайтын адам іздедім. Етегінен ұстап, соның жолымен жүрсем. Иә, бала кезіммен өзімде мықты біреу тауып алатын, соның жанында, соны қуалап жүріп, соны кейде асып кетіп, әйтеуір содан қалмай жүруді өзім үйренгем да. Ал қазір таңда бұл қарап отырсақ, артымызға қарасақ, керісінше бізге еліктейді, бізге сүйенеді, ұқсауға тырысады, бірақ біреуінде шығады, біреуінде шықпайды. Сонда ойлаймыз, енді планканы біз қойып жатқан шығармыз деп ойлаймын. Әлемде. Әзірше кумир алайық десек, фольк емес, олар таза. Оларды араласып кеткен, ритм группамен, электронды дыбыстармен араласып кеткен, сол себепті. Сендер таза, табиғи дыбыс сендер. Одан кейін Инстаграм бір желілерге қараса, хэштег деген болады ғой, хэштегке бізді белгілеп кетеді. Өздерінің посттарына, хэштегтеріне бізді белгі, яғни бізді іздейтін халық оларды табады. Міне қараңыздаршы, бір кезде Beatles, бәрі эстрада Beatles болатын, қазір біздің сол Beatles'дің деңгейіндегі мына фолк халықтың музыкасында қассақ әлемде, бүкіл әлемге мына высокая мода дейді ғой, ең моданы бағыт бағдар беріп отырған қассаққа қарап бой түзейді екен. Енді сендердің Аманат деген клипіңді, өткен жолы клиптеріңді 4.600.000 адам көрген екен. Мен өзім таң қалдым. Әсіресе енді мына ұлттық музыканы осынша көру, бүкіл қазақ таниды екен ғой деп, өткен жол осында концерт бердіңдер, 600-ге жуық адам отырды. Қазақты кім таниды дегенде, соның ішінде 10% қол көтерді. Сонда 4.600.000-нің ішіндегі бір 10%-ын қазақтар қарап, анаған комментарий жазып отырды, қалған әлемдік көрушілер ғой, солай ма? Көбісі түріктер. Көбі түріктер. Одан кейін біз оқып шығамыз, кейде оқимыз енді, кейде жүрегің ауырады, бір-бірімен қырылып жатады.
мына Аргентинадан бізге, Мексикадан жазады, Америкадан жазады, келсеңіздер хабарласыңыздар, біз міндетті түрде аудиторияны алып барамыз дейді. Ал түріктер қазір шөлдеп отыр. Түркияға бір ұйымдастырып беретін бір, білмеймін, қазақ па бір ұйымдастырып әлі шыға алмайды. Біз Түркияға барамыз, бір ешкім ұйымдастырып бермейді, біз басқа жаққа кетіп қаламыз. Сол себепті көбісі осы түрік халқы. Әзербайжанда түріктер, өзбектер. Әлі жадысында әлі ұлттық бабалардың музыкасы бар. Шүкір, қазағымызда бар, қолдап отырған. Шіркін-ай, осыларды нетсе ғой, бүйтсе ғой, сөйтсе ғой деп. Енді біз шыны керек мемлекет кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі деп біз өзіміз ондайды алып тастағанбыз, оны миымыздан алып тастағанбыз. Тек өзіміз жарнамамызды өзіміз жасаймыз, клипімізді өзіміз түсіргенбіз. Әр клипіміз әжептәуір бюджетті, жақсы. Сол себепті енді еңбек ете беру керек екен. Біз дайындықты өте қатты жақсы көреміз. Бізде дайындық болса, біріншіден шығарма шығады, одан кейін біз формада жүреміз, одан кейін үшіншісі, білмеймін, тапсырыстар көп шығады. Мына музыкаларды кім жазады? Өзіміз. Түгел өздерің жазасыңдар. Одан кейін бірде-бір нотаға түспеген ешқайсысы. Слухпен. Иә, слухпен бір адам кетіп қалса, сонымен бірге бүкіл партия кетеді ғой.
Міне қараңыздар, мынау ұлы қазақ бабамыздың баяғы кезде Құрманғазылар ешқандай консерватория бітіріп ешқандай нота жазған жоқ қой. Соны күй тартыс деген мен өзім санама сыймайтын. Бір адам тартқан кезде соны естіп алып, екіншісі тарта жөнелуі, бұл біздің жадымыздың кереметтілігін көрсетеді ғой. Соны сол қасиетті сақтап келе жатқан міне қыздарымыз бен жігіттеріміз. Содан кейін мен Ержан бір соңғы сұрақ қойғым келеді. Бізде кейбір азаматтар біраз жетістікке жетіп, біраз білім алса, кеудесін керіп шыға келеді. Сен өзің тұңғыш физика докторысың, өзің декансың, консерваторияда декансың. Мына әлем чемпион, өзіңнің тобыңды алып әлемдік чемпион қылғасың да. Сонымен осында келіп, Аламанға келгенде бір кездесу болған кезде сенің бір дискіңді алып, мен сенің түрін танып қалдым да, о, Ержан келіпті ғой деп, мастер-класс қойладым, әшейін бір неғып келді екен деген ой болды. Өйткені сол бір өнерде жүрген басқа сәл танымалылар болса, олар өздерінше менсінбейді. Америкадан біреу жақтан келсе, ойбай, соларға барып бәленбай ақша төлеп соны оқиды. Сонымен артынан Аламан сабақ қойып жатқан кезде сені көріп қап, ойладым, үшінші аптадек байқадым, басында байқаған жоқ. Ержан өзі келіп қатынасып жатыр екен ғой деп риза болдым. Соңын артынан танысқанда сенің шындығында сенің PhD доктор екеніңді білмейді екем. Артынан танысқаннан кейін осында келіп өнер көрсетіп бердің. Көбі намыстанады. Ана жаққа барып не оқып жүрсің, сен андай дәрежең бар ғой деп. Шындығында да осы кеудені корона шешу қиын ғой. Соны қалай шештің? Жоқ, менде корона жоқ. Мен мына зона комфортадан шығып докторлығымды қорғадым. Ана жақтан шығып, лаборатория сияқты ғой біздікі. Консерваторияда бір сәл кішкене рамка, шеңбері бар. Ал мына жақта біз еркінбіз, отбасы болып кеткенбіз. Осы Қазақтың дайындығына келсек, еркін өзімізді бір балалығымыз оянып, бір жақсы болып қаламыз. Ана жерде бір ағай деп студенттерің шығады, соған лайықты жүруге тырысасың. Енді қазір өзіңіздің арқаңызда таңертең ерте тұрып жүгіруді бастадым. Ол арманым болатын мен. Мен жүгіретінмін, бірақ кешке қарай жүгіретінмін. Анда-санда. Ал енді қазір таңертең ерте тұрып, бүкіл факультеттің бәрін таңертең оятып, қазір студенттер жаймен ағай біз жүгіріп жатырмыз, бізді белгілеп Инстаграмда сондайды бастады. Одан кейін мына жаққа Аламанға келгендегі менің негізгі өзіме не қойдым? Заң қойып тастадым бетім. Маған менен жасы кішкентай осындағы кураторлар болсын, кім маған жүгір дейді, отыр дейді, тұр дейді, мен соны істеуім керек. Екі ай ғой. Енді мен меңгеріп шығамын. Есесіне мен оның бәрін меңгеріп шығамын. Не алып жатсың, не түсіндің осы Аламанда? Мен қазір біраз затты дұрыс істеп жүргенімді көз жеткіздім. Біріншіден оптимистігім бар екенін білем, бірақ комплекстарымның қандай тұстарым комплексі жиналып қалған, шыға алмай тұрғанын, тұншығып жатқанын байқадым. Одан кейін маркетинг құрал маған жетіспеді. Жарнаманы барынша өзімнің естігенім, білгенім, біреумен сұхбаттасып алғаным бойынша жасап келдік. Балалармен ақылдасып отырдық қой бәрін. Бірақ көп затты дұрыс емес жасап келген екенбіз, әсіресе жарнама жағынан, немесе бірдеңені жеткізу жағынан деген сияқты. Дұрыс та жасап келген тұстарымыз болған екен, оны да білдім. Енді тек табандылықпен осы жасап жатқан сабақтарды бірге бір жасап нәтиже көрсету. Қазір мен енді Қазақтықты жетектеп осы бір кішігірім өзіміздің кәсібіміз сияқты болса, енді қазір мектеп ашуды көздеп отырмын. Ол енді бір бөлек жағы болайын деп тұр, енді оған енді күш саламын енді. Жақсы, ұлтқа қызмет етуден шаршамаңдар. Бұл шынымен ұлттың рухын ояту, балалардың санасына, бабалардың қалған мұраны беру үлкен жұмыс. Енді бүгінгі сұхбатымызды мен Абай атамыздың өлеңімен аяқтағым келіп отыр. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта, салған ән көлеңкесі сол көңілдің тактісіне биленсін олғылаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап, тамылжиды, жүрек қозғап оятар бастамайды, дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сүйді. Ұйықтап жатқан көңілді ән оятар, үннің
тәтті оралған мән оятар кей зауық, кей мұң дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы оятар. Адам аз, оны біліп ән саларлық, тыңдаушыдаз ол әннен бәхраларлық, мұңмен шыққан, оралған тәтті күйге жылы жүрек қайда бар қозғаларлық. Көбінесе ән басы келедашы, кел тыңда деп өзгеге болар басшы, керім толғап тауысар қаңғыр күңгір, сол жеріне миыңмен араласшы. Жаманға жар деген ақ ән көрінер, жақсан білсе айтуға кім ерінер, жарам дәнді тыңдасаң жаның еріп, жабырқаған көңілің көтерілер. Алты өлеңмен білдірдім әннің жайын, білімдіден аяман сөздің майын, ездің басы қаңғырсын, ердің көңілі жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын. Көкірегі ояу сезімі бар адамға бұл сөзімнің суреті тұрар дайын дейді. Сондықтан бізді әнді қалай болу керек екенін, оның айтушының қандай болу керек екенін, тыңдарманның қандай болу керек екенін бәрінің стандартын Абай атамыз жасап кеткен. Айтушының стандартын әлемдік деңгейде орындап жүрген орындаушыларымыз бар. Естенді айтып жүр. Енді өзіміз есті болу үшін тыңдарман біз де есті болайық. Осындай өзіміздің бабаларымыздың дүниесін қадірлейік. Біреудің қаңсығын бүгін таңсық қылатын заман өтті, көрдік, оның ешқайда апармайтынына көзіміз жетті. Бізді алға шығаратын тек ұлттық рухымыз ғана. Мына алаш ардақтылары Жапонды қатты үлгі еткен. Сол жапондар қалай әлемдік деңгейге көтерілді, әлемдегі ең артта қалған ел болған. Олар өздерінің ұлттық құндылықтарын, соның ішінде өзінің ұлттық киімін, ұлттық музыкасын, әдебиетін дәріптеу арқылы әлемдегі ең озық ұлт болды. Сол біздің ұлттық құндылығымыз осы. Хассақ, нағыз сақ болайық, өнерлерің өрге жүрсін. Бүкіл қазақ танитын болсын, бүкіл қазақтың үйінде сендердің әндерің айтылып тұратын болсын деп тілейміз. Және де сол бұрын қалған бағыттарыңнан таймай бүкіл әлемге нағыз қазақ қандай екенін таныта біліңдер, өзімізге мақтанайық.